Мен енді мына элитаны айтқанда Олжас көкемнің бағана алданып қалғанын айттым. Енді Олжас әңгімеміз толық болу үшін, әділдік үшін, оның мынандай бір еңбегін қазақтың халқына жеткізулеріңізді сұраймын. Олжас Омарович, енді араластық деп тұрмын ғой. Бір күні маған келді. Бетіп тұр едім, мен шетке жақын оқына иығымнан келді. Жақа деді, разговор есть деді. Не дедім? Вот этой сволочи деді. $1 000 000 уже передали. Кімге передали, қайда передали айтқан жоқ. Передали за Павлодарский алюминиевый завод, скоро увидишь, его продадут деді. Мен енді осыдан кейін Олжасты кімге қоямын? Сол айтқандай рас болып шықты ғой. Содан артынан бір күні Егемен Қазақстан Егемен Қазақстан Казахстан правын оқып отырсам, тізім тұрда өкімет жариялаған. Выставляется на продажу Павлодарский алюминиевый завод, Павлодарский нефтеперерабатывающий завод, Шымкентский барлық өндірістің флагмандары тұрда. Содан комитетте, экономика жөніндегі комитеттен Оразалы Сәбден басқаратын еді, по-моему. Сонда өкіметтің мүшелерін шақырып бір жиналыс жасап жатыр екен. Жаңа газеттен бардым. Жаңағы министрдің бәрінің өкілдері алдында отыр. Комитет шақырған барына, бюджетті талқылау ма бірдеме. Сосын бардым да сөз сұрап алып трибунаға шықтым, газетті істеп алдым бүйтіп. Министрдің ана трибунадан, ана алдыңғы қатарда отырады. Көздеріне тұққандай болды. Эй, вы, дедім, какой враг народа дал этот объявление газету? За сколько вы продали этой богатство государства, дедім. Олжастың несіне істегенім сол-ақ болды. Содан бірде тағы да ненің кезекті сессия күн, жұмыс күні аяқталып қалған кезде Олжас Омарович сөз алды да трибунаға шықты да: уважаемый коллеги, деді, экстренный случай, деді. Экстренный случай, давайте проведем закрытое совещание Верховного Совета, деді. Дело не ждет, не отлагательства, зависит от наших судеб, деді. Сосын бәрі мақұл деп келісті. Сөйтті да, жас секретарша, технический работник бәрін шығарды. Тек депутаттар қалдық. Сосын нені ашты? Әбіш Кекілбай төрағалық жасап отыр ғой. Айтып еді, Олжас трибунаға шықты да айтты: я от надежного источника узнал, деді. Президент Назарбаев собирается распустить Верховный Совет. Олжас бірінші айтты соны. Бірінші айтты, публично айтты. Собирается распустить. У меня лично сомнений нету, деді. Скоро распустит, деді. Поэтому мы немножко подготовились, деді. Давайте сегодня в закрытом совещании обсудим вот этот закон, деді. Бірақ бізге таратып бермепті оны. Мы подготовили дополнение или новый закон, или дополнение к закону, деді. Давайте вот этот закон примем, тогда президент не способен будет распускать Верховный Совет, деді. Заң дайын. Сол жерде жаңағын Олжасқа оқытып қол көтерсек болды ғой. Қабылданды десе, жаңағы тарамаймыз ғой, өткенде мен тарағандай. Жұрттың бәрі ура деді. Қол көтерді. Давай деді. Кнопканы басты, бәрі басты. Сөйтіп, закрытый совещание өткіздік. Олжас айтты жаңағысын. Сосын енді нелер шықпай ма? Сөйлеуге шығады ғой.
анау шықты мынау шықты көбісі қолдады, енді қолдамаған адам болған жоқ. Бір уақытта жаңғыз менің ағам олда Өмірбек Алыштанұлы Жолдасбеков ағам марқұм, иманды болсын, жақсы адам еді олда өз уақытысында. Екеуміз неден сайланған, бір ауылдың адамдарына тәміз. Мен Алғабас ауданынан, Бәйдібек ауданы дейді ғой қазір, депутат болып сайланған сол созывта. Жолдасбеков ағам сол Бәйдібек ауданының тумасы. Сосын мына Алматыда Бәйдібек ауданының зиялы жігіттері бар. Солар қонаққа шақырады, мені Бәйдібек ауданынан сайланған депутат деп. Өмірбек ағамды Бәйдібек ауданының тумасы деп шақырады. Сөйтіп қазақтың зиялысы деп Шерхан Мұртаза ағам бар. Үшеуміз бірге сөйтіп талай Бәйдібектің зиялыларының үйінде қонақта болып жүрген ағам, бұлайша сыйлайтын адам, мені қанша рет анау инженерный академияға мүше болып бірдеме деп үгіттеп жүрген ағам, соғыс шықтық кімде Кәкілбаевпен бірге төрағалыққа баламалы дауысқа түскен. Шықты да айтты, бұл Олжастың сөзіне сенбеңдер. Бұл не үшін айтып тұрған білесіңдер ме? Бұл Олжас бұл жазушылар одағының төрағасы болған. Кекілбаев бұнда орынбасар болған. Қазір Кекілбаев қайда? Төраға. Бұл қайда? Іштем емес, жай депутат. Содан бұл көрмегендіктен айтып тұр. Бұның сөзіне сенбеңдер. Мен бүгін ғана Назарбаевпен сөзбе-сөз көйлесіп, осы мәселені талқылап шықтым. Назарбаев маған сендірді мені. Ондай ой да жоқ. Деді, сонан кейін жұрттың бар, Нұрекең жағына шыққан болды ғой. Сөйтті де өздерінің басымыз қалады деді да, жаңағы заңды қабылдамадық. Олжастың заңын қабылдағанда қазақтың тарихы басқаша кетеді. Көрдің бе? Сонда сол кезде жаңағы депутаттардың бәрі тәуелсіз сөз сөйлеп жатқан. Оларды халық сайлаған. Дұрыс қой, жаңағы Жолдасбеков мырза, ол да халықтан сайланған депутат емес па? Иә. Ол Назарбаевтың адамы емес. Бірақ сондай жаңағы өте принципиалды сұрақтарға келген кезде неге бірлік болмады? Әлде шынымен бір-бірін көре алмаушылық болды ма депутаттар арасында? Сол кезде саяси элитаның ара қатынасы ғой. Енді былай. Әлде Назарбаев оны алдап түсірді ма? Еш жерде дүние жүзінде өзі қарапайым, әйтпесе орта буынның өзі бірігіп бір нәтижеге шыққан жағдай тарихта болған емес. Болмайды да. Кеше айттым ғой, бір топ қоянды арыстан басқарса, қоянның бәрі арыстанбыз дейді. Бір топ арыстанды жаңғыз қоян басқарса, арыстанның бәрі өзін қоян сияқты сезінеді. Сол сияқты адам баласының, жалпы жаңғыз қазақ емес, адам баласыға тән ол қасиет. Өзі білімімен, несімен басы бірігу деген жоқ. Біріктіретін күш болу керек. Ол біріктіретін күш сол кезде сол Назарбаевтың төңірегінде болды. Енді бәрін айтып отырмын ғой, жаңа біздің қанша төрт-ақ дауыспен жете алмай қалғанымыз. Міне жерде ол жасаған ол идеясынан қайтпағанның дәлелдемесі осы ғой. Енді ол Назарбаевты саясатын қолдамағандығын. Мына болашақ саяси элитаның қалыптасуына қазіргі ел жанашырлары, азаматтар не істеу керек? Саяси топтар дейміз. Енді саяси топтар жоқ қыңғасы ғой. Бізде жеке ондай саяси партиялар да жоқ. Бәрі Нұр Отан, баяғы Нұр Отан, қазіргі Аманат, соның төңірегіндегі жиналған қуыршақ партиялар. Оларды енді саяси бір топтар деп қарастыра алмаймыз. Бірақ елімізге саяси элита керек.
тоқсаныншы жылдардағыдай жаңағы президенттің бетіне айтатын сондай адамдар керек. Соны қалыптасу үшін не істеуіміз керек, не өзгеру керек? Қазақстанда ештеме де істей алмайсың. Оны әрине істеуге болатын жағдайы бар. Ол үшін ашық шайқасқа шығу керек. Қажет па сол бізге? Бүгінгі ол нәтиже бере ме? Кеше атуға команда берген басшы бүгін көшеге шықсаң, немен сол сөзін қайталай алмай қала ма? Или біздің мақсатымыз қазақтың бетке шыққан бәрін қырып салу ма? Ештеме де істей алмайсың мұндай жағдайда. Ал енді кім біледі? Аспанның көзқарасы қандай екен? Менімше, мен айтқан болар ем, мынау Нұрсұлтан Назарбаевты бізге 30 жыл басқарғаны Алла тағаланың бізге жіберген қарғысы ма екен деп ойым боламын кейде. Сондай мейманасы тасыған халықты тәубесіне келтірейін деп Назарбаевты бізге наказание ретінде 30 жылға жіберіп алды ма деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім.